Армысыздар, мен Ербол Құралай, Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы. Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысымын. Айтыскер республикалық жас ақындар байқауында таңдаған алғашқы тақырыбым Абай Құнанбайұлының 45 қара сөзі. Қазаққа қара сөзді табыстаған, Абайдың қара сөзі танысмаған, бұрындары бой жеткен аруларым, Абайды танымаса таныспаған. Абайым асыл тұлғам арыстаным, өнердің ұлы жолын табыстадың, өзің арнап жырлаған жолдарымды келеді осы бүгін табыстағым. 45 қара сөздің басын қостың, келеді соған менің пікір қосқым. Өзің жайлы айтылса әр ортада, қаймықпай қара сөзге құлақ тостым. 7-ші қара сөзің танысмаған, әр адамға болмысты табыстаған. Анадан бала екі түрлі туады деп, артық сөзбен елменен алыспаған. Анадан бала екі түрлі туады екен, біреуі ішсем жесем ұйықтасам деп қуады екен, біреуі білсем деп ізденсем деп құлшынысын Құдайға бұрады екен. Тәннің құмарлығын іздегендер, бақытты болашақты іздемеңдер. Абай айтқан қараңғы қазақ болып, ел үмітін жастардан үздемеңдер. 7-ші қара сөзі ой салады жүрекке, одан артық даналықты таппассың, күш салсаң да күрекке. Ерте оянғын, ойланғын айтпақ шақын, бүгінгі амандығың болашаққа тірекпе. Тән мен жанның қалауына жыратпай, Абайға құлақ түрші санаңды қалжыратпай, айдалада қап жүрме алаң болып, Соқыратқа қосылған қотыраттай айқай.